Келесі 1297 есебін шығарайық. Суретте сынып оқушыларының математикалық бақылау жұмысының нәтижелері бағанды диаграммамен көрсетілген. Бағанды диаграмма берілгендерді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Бірінші сұрақ. Бақылау жұмысын неше оқушы 5-ке, 4-ке, 3-ке, 2-ке жазды дейді. 5-ке жазғандар қараймыз. 5-ке жазғандарына баған, яғни 4 пен 6-ның ортасында тұр, яғни 5 оқушы 5-ке жазған екен. Келесі 4-ке жазған оқушыларды қарайық. Ол бізде 12 мен 14-тің арасында, яғни сонда 13 оқушы болады екен. Енді келесі 3-ке жазғандар тура 10, сонда 3-ке жазғандар 10 оқушы. Енді 2-ге жазғандар 2 оқушы екен. Енді екінші сынып оқушылар неше проценті бақылау жұмысын 5-ке, 4-ке жазды деді. Енді пайызбен сұраптыр. Санайық, барлық қанша оқушы екен. Сонда 5 қосылған 13 қосылған 10 қосылған 2. Сонда бізде жалпы 30 оқушы бар екен. Енді соның 5-еуі 5 оқушы 5-ке жазған. Сонда 30-дың 5-і. Енді осыны пайызбен алатын болсақ, 100% көбейтеміз. Сонда 16,17% бізде 5-ке жазған екен. Енді 30 оқушының 4-ке жазғаны 13 оқушы. Енді қанша пайызы екен білу үшін 100%-ға көбейтеміз. Сонда 43,13% бізде 4-ке жазған екен. Енді осы екеуін қосайық. Себебі қанша сынып оқушылар неше процент бақылау жұмысын 5-ке және 4-ке жазды дейді. Екеуін қосындысын аламыз. Сонда 16,17% қосылған 43,13% нәтижесі тең болады 60%. Сонда 60% 4 пен 5-ке жазған оқушы екен. Келесі 1298 есебіміз. Тірі организмнің өмір сүру үшін организмдегі судың қалыпты мөлшерін сақталуы қажет. Адамның массасының 65%, жануар массасының 50%. Одан кейінгі бізде үй жануардың 59%, үйрек массасының 70%, балықтардың 75%, медузаның массасының 99% суда тұрады екен. Енді осыны бізде диаграммада көрсетілген, бізде пайыздық өлшем бойынша диаграммасын көрсеттік. Келесі 1299 есебіміз. Отынның қызулығы оның құрамдағы көміртек мөлшерімен өлшенеді дейді. Көрсетілген бағанды диаграмма бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Бірінші, қай отынның жылулығы аз? Көміртегі неше процент дейді. Ең азы бізде ағаш, ол бізде екеуінің ортасында тұр екен. Ағаш деп жазайық. Ол бізде 50% екен. Келесі екінші сұрағына жауап берейік. Қай отынның жылулығы көп? Көміртегі неше процент деді. Антрацит деген. Антрациттікі ең үлкен екен. Оңқы 95% құрап тұр. Қыста үйді жылыту үшін не себепті тас көмірді пайдаланады дейді. Ол шымтезек, ағаш, қоңыр көмірлерге қарағанда жылыту пайызы жоғары болады екен. Үшінші тас көмірдікі бізде 90% болып тұр. Сондықтан да жылулығы жоғары болғандықтан тас көмірді пайдаланады.
Келесі 1300-ші есебіміз. Аңшы иті түлкінің қоянның жылдамдықтары бағанды диаграммасымен берілген дейді. Жылдамдықтарын жазып қояйықшы осы жерде. Бірінші аңшы итінікі. Иті жылдамдығы ол бізде 18 км сағатқа тең. Одан кейін түлкі жылдамдығы ол бізде 10 км сағатқа тең. Одан кейін қоянның жылдамдығы ол бізде 16 км сағатқа тең. Енді сұраққа түлкінің жылдамдығы көп пе, әлде қоянның жылдамдығы көп пе дейді. Түлкінікі немесе қоян. Бізде қоянның жылдамдығы көп екен. Жылдамдығы көп. Қайсының жылдамдығы шамамен қанша көп дейді. Бізде азайтатын болса, 10 қояндікі 16, түлкінікі 10, азайтатын болса 6 км сағатқа көп екен. Келесі екінші сұрағына жауап берейік. Аңшы итінің түлкіні қуып жету мүмкіндігі көп пе, әлде қоянды қуып жету мүмкіндігі көп па дейді. Бізде түлкіні қуып жетеді, себебі оныкі азая, жылдамдығы аз болып тұр.